Сәлем, құрметті достар. Біздің парақшамызда жаңа айдар, ағылшынша сөйлейтін елдердегі және Қазақстандағы мейрамдарда, мерекелерде қолданылатын сөздерді талқылау. Бүгінгі видеода 12 қазанда ақшта атап өтілетін Columbus Day деп аталатын күнді талқылаймыз. America was discovered by Christopher Columbus on the 12th of October 1492. Bir құрлықты, жаңа жерді, бір жаңалықты ашу дегенді discover дейміз. Христофор Колумб, ағылшын тілінде Christopher Columbus. Millions of people from all over the world found happiness in America. Миллиондаған адамдар, millions of people. Әлемнің түкпір-түкпірінен дегенді from all over the world деп айтамыз. For that reason, Columbus Day has been very special for Americans. Сол себепті, сондықтан дегенді for that reason деп айтамыз. However, these days, some people have different views on Columbus Day. However дегеніміз алайда, бүгінгі таңда дегенді these days деп айтамыз. Ал views дегеніміз көзқарас мағынасын білдіреді. They argue that Columbus paved the way for genocide and exploitation of Native Americans. Some people argue, they argue дегеніміз олардың алға тартатыны, олардың дәйектері деген сөз. Pave the way for something дегеніміз соған жол ашу мағынасын біледі. Pave the way, жол ашу. Genocide, геноцид. Exploitation дегеніміз олардың құқықтарын бұзу мағынасын береді. Ал Америка құрлығын бұрыннан бері мекендеп келген халықты Indians деп атайды, немесе қазіргі таңда Native Americans деп атайды. Құрметті достар, бұл айдар барлықтарыңызға қызықты болады деп ойлаймын. Алда басқа мерекелерде кездескенше.